Саламатсыздар ма? Мен Оңтүстік Қазақстан индустриалды инновациялық колледжінің арнайы пәндер оқытушысы Сейдалиев Нұрлан Түймебекұлы. Пәннің атауы автомобильдер мен және қозғалтқыштардың теориясы. Сабақтың тақырыбы тежеу жүйесі, тежеу жүйесіне қойылатын талаптар, тежеу механизмдері, тежеу жүйесінің конструкциясы. Сабақтың мақсаты тежеу жүйесін оқытып үйрету, тежеу конструкциясын білу, тежеу жүйесінің негізгі механизмдерін білу. Тежеу жүйесі біріншіден автокөліктің жылдамдығын азайтуға, немесе толық тоқтатуға, немесе автокөлікті бір орында ұстап тұруға арналған. Автокөліктің негізгі механизмдеріне келетін болсақ, біріншіден тежеу жүйесіндегі біздің тежеу вакуумы, вакуумның қызметі тежеу педалін басқан жағдайда бұл күшті екі еселеп бас цилиндрге қарап айдайды. Бас цилиндр өз кезегінде тежеу сұйықтығын алдыңғы артқы доңғалақтарға береді. Бұл ВАЗ-2114 автокөлігі дискілі және барабанды тежеу жүйесімен қамтамасыз етілген. Тежеу жүйесі функционалдығы бойынша жұмысшы, қосалқы, тұрақтау, көмекші жүйе болып бөлінеді. Механизм түрлері бойынша барабанды және дискілі. Жетек түрлері бойынша механикалық, гидравликалық, пневматикалық, электромеханикалық. Енді осы функционалдығы бойынша тоқтап кетсем, жұмысшы тежеу дегеніміз бұл бізде жұмысшы тежеу педалін басқан жағдайда іске қосылады. Жұмысшы тежеу жүйесінің қызметі автокөліктің жылдамдығын баяулату немесе толық тоқтату болып табылады. Қосалқы тежеу дегеніміз бұл жұмысшы тежеу істен шыққан жағдайда автокөлікті тоқтатуға мүмкіндік береді. Өйткені бұл екі контурда жұмыс жасайды, бір контурда ақау болған жағдайда екінші контур бойынша орналасқан доңғалақты тежеп тоқтатуға мүмкіндік береді. Ендігісі тұрақтау тежеу жүйесі. Бұны механикалық деп атайды. Бұл автокөлікті ұзақ уақыт бір қалыпты қозғалмайтын жағдайда ұстап тұруға арналған. Бұл осы қолмен басқарылатын, немесе жаңағы Мерседес автокөліктерінде педаль, мынандай педаль арқылы іске келетін болып бөлінеді. Бұл тұрақтау тежеу жүйесі спорттық автокөліктерде сұйықтықпен іске келеді. Қалған автокөліктің бәрінде механикалық жүйеде жұмыс жасайды. Көмекші тежеу жүйесіне ағы біздің қозғалтқышымызда қызмет жасайды. Бұл біз еңістен түсіп бара жатқан жағдайда автокөлікті белі спорадымен қозғалтқыштан ажыратпай тежейміз. Сол кезде электронды басқару блогы арқылы қозғалтқышта тежеуге атсалысады. Бұл қосалқы тежеу жүйесі деп аталады. Көмекші тежеу жүйесі деп аталады. Жаңа жетек түрлері бойынша механикалық, гидравликалық мынау тежеу сұйықтығы арқылы тежеу жүйелері іске келтіріледі. Тежеу сұйықтығының түрлері бар. Бұлар жаңағыдай майлау деңгейіне және қайнау температурасына байланысты бөлінеді. Ендігісі пневматикалық тежеу жүйесі дегеніміз бұл көбінесе жүк автокөліктерінде қолданылады. Өйткені
пневматикалық тежеу жүйесін жабдықтау үшін бұл жерде қосымша ауа жинайтын бачок болу керек. Сол себептен бұл жеңіл автокөліктердің басым көпшілігі гидравликалық тежеу жүйесінде жұмыс жасайды. Механикалық тежеу жүйесі бұл басқарылмайтын дөңгелектерді ұстайды. Мынау басқарылатын дөңгелекте механикалық тежеу болмайды. Басқарылмайтын артқы доңғалақтарда осы механикалық тежеу жүйесі қызметін атқарады. Бұл барабанды тежеу жүйесі. Мынау жерде тежеу жүйесін реттегіш болады. Бұл автокөлікте белгілі бір күш түскен жағдайда бұл толыққанды қызмет жасайды. Негізінен тиімділігі жағынан, жоғарғы сенімділігі жағынан дискілі тежеу жүйесі жақсы, сенімді болып келеді. Мынау барабанды тежеу жүйесінде бұл жерде колодканың арасында саңылау өте үлкен, онымен көлемі де үлкен болғандықтан бұл жерге жаңағыдай ылғал, шаң тозаң көп жиналып, бұл сенімділікті жоғалтуы мүмкін. Сол себептен осындай барабандық жүйе қазіргі ABS жүйесімен жабдықталған автокөлікте көбінесе қолданыс таппайды. Тежеу жүйесіне қойылатын талаптар. Тежеу жүйесін іске қосқаннан кейін тиімді және тез жұмыс істеу. Тежеудің тиімділігі ара қашықтықпен есептеледі. Бұл автокөліктің тежеуден кейінгі жүріп өткен жолы. Екінші, тежеу кезіндегі орнықтылық. Үшінші, пайдалануда болуы мүмкін температура мен қысымның барлық диапазонында тежегіш механизмдеріндегі үйкеліс коэффициентінің тұрақты және жоғарғы мәндері. Төртінші, жеңіл және ыңғайлы басқаруды қамтамасыз ету керек. Бесінші, жоғарғы сенімділік. Пайдаланудың кез келген жағдайларында барлық қызмет ету мерзімі ішінде жұмыс істеудің тоқтаусыз болуы. Тежеу механизмдерінің үйкеліс буынан жылуды жақсы бұру және оларды ылғалданудан және ластанудан қорғау. Жұмыс істеу кезіндегі ең төменгі өлшемдерді және массаны қамтамасыз ету жоғарғы сенімділік болу керек. Бұл автокөліктің қозғалысына тікелей әсер ететін тежеу жүйесі және басқару жүйесі ең негізгі жүйе болып табылады. Бүгінгі тақырып бойынша үйге тапсырма. Алдарыңыздағы тұрған тежеу жүйесінің қай түріне жатады? Анықтаңыз. Санмен көрсетілген бөлшектердің атауын атаңыз. Екінші суреттегі тежеу жүйесінің қай түрі көрсетілген анықтаңыз. Санмен көрсетілген бөлшектерді атаңыз. Қай бөлшек ауысуды талап етеді, техникалық қызмет көрсету талап етеді, анықтаңыз. Анықтама беріңіз. Төменде көрсетілген бақылау сұрақтарына жауап беріңіздер.